Ыбырай Алтынсарин атындағы Обаған жалпы білім беру мектебінің 8-ші сынып оқушысы Тастанбек Бата Ұзақбай Доспанбетов асылдың сынағы. Осыдан 5 жыл бұрын осы оңтүстік өңірге тағы жол түсті. Бұл тарихи шығарма жазуға басы бүтін берілген уақытым еді. Қазақ тарихының кіндігіндей Қаратауға қайта соғуға тура келді. Әлі де көптеген деректер керек. Бұл 1995 жылдың жаз айларының бірі еді. Таңғы сағат 9-да Шымкент вокзалынан түскен бетте шөл басарлық бірдеңе естідім. Қарасам, вокзалдың сырты үлкен базарға айналыпты. О ғажап, тап осында 5 жыл бойы әлгі Манабайды ұшыратпасам бар ма? Қолында бір үлкен түйіншегі бар, бірақ домбыра емес. Бір кездегі қолағаштай мұрнымен қалың бетті бет-жүзі әбден ақ жұқарған. 40 жылда тозығы жеткен ши қалпағының астында дудыраған шаштары мұқтабақ ағарған. Мәке, Манабай аға, ассалаумағалейкум, хал жағдайыңыз қалай? Менің сәлеміме өз қарай қарап, көнсегеріндер қыбыр етпеді. Тіпті табандары тайғанақтай болып, кетуді де ойлаған ұсқыны бар. Мен жалма-жан баяғы Қаратаудың төбесінде, әлгі Нұрқашалдың үйінде киіз үйдегі болған кездесуді баяндап, жанталастым. Есіне түскенде сияқты, бірақ та жүзіндегі күдікті молайтқандай. Тез жағы іске қосылар емес. Тіпті болмасын, Мәке, Манабай аға, сол шаяның түбіндегі әлгі кең шарда тұратын Есеміс деген кісі аман есен бе? Деп сұрады. Манабайдың даусы енді ғана гүжілдеді. О қуарған тақуа, мәждін неме кеңес одағы құлағаннан кейін өз үйінің шаңырағы құлағандай болып, қан қысымы көтеріп содан тұрайып жатты ғой. Әлгі Нұрқаш шал бар ма? Дедім. Ол бар. Тек қазір шаруашылықтар малдан ажырады емес пе? Сол кездегі бір передовой шопаның қазір қутаяғын құшақтап қалыпты. Әлгі Бостайшы, Бостайдың халі нешік? Менде шетелге елшілікке жіберуге болмайтын адаммын ғой. Осы сауалды қойыппын да, бірден Манабайдың аяғын шұқшитпын. Осы істеген іс-қимылым әлгі Бостайдың қызыл туфлиін киіп жүрсің бе? Деген мен бірдей шықты. Ол да солай қабылдады. Ішімнен сезім бірден шарт кетті. Ол Бостайды ант атсын. Мен оның қайда екенін білмеймін. Білгім де келмейді. 5-6 бойы менің артынан күнді шырақ болып түсіпті ғой ол ант атқырым, деді. Осыдан кейін маған өзінің қарғаны да жалпырылып, желкесінің шұқырын көрсетті. Мен оның артынан қуалмадым. Не деп қуамын? Қосамды маған қайры бермесі анық еді. Тағы да қырық-сырақ көздерім болып басыма үймеледі.